Армысыздар боксер қауым. Егер бейне шоулар мен сұхбаттар жиірек шығып тұрсын десеңіздер, онда лайк басып арнамызға жазылыңыздар. Ал бүгін Open Ring YouTube арнасымен бірге елордамыздағы ең үздік жаттығу алаңдарының бірі Бронкс бокс залына қонаққа келдік. Дәл осы жерде кәсіпқой бокстағы тарланымыз 9 жекпе-жек өткізіп барлығына жеңіске жеткен Мейірім Нұрсұлтановпен сұхбат құрамыз. Кеттік. Америка кетіп бара жатсыз, осы кеткеннен енді қанша уақыт жүресіз, қаншадан келесіз? Осы кеткеннен белгісіз негізі. Көреміз, жазға дейін боламын деп ойлаймын. Жекпе-жектер болып жатса, сол жақта қалып жатып боксаса беремін негізі. Бұлай определенный даталар жоқ негізінде. Жаңа жыл қай жақта қарсы аласыз? Осы жақта әлде сол жақта ма? Сол жақта. Жаңа жыл сол жақта енді. Бұлай жаңа жыл маған қатты қызық емес, оны қарсы алу негізі. Үйреніп қойғанмын жаңа жылда. Үйде емес, сборда, дайындық уақытында қарсы алып жүрмін. Одан кейін қатты қызық емес жаңа жылды қарсы алу. Қанша жаңа жыл болдық үйде қарсы алмағаныңызға? Соңғы 10 жылдың ішінде бір 2-3 рет қана шығар. Жалпы енді Калифорнияда тұрып жатсыз ғой. Калифорния өзі емес, енді ар жақта бір 80 шақырым жер қой, иә? Бір күніңіз жайлы айтып берсеңіз. Негізі біздің күн негізінде қызық емес олай адамдар. Біз таңертең тұрамыз. Инстаграмға қарап жатсақ, бәрі қызық қой. Инстаграмда қызық жерлерін саласың ғой. А былай негізі тренировка, жаттығу, демалыс, тамақтанамыз, соны кешкі тренировкаға барамыз болып. Былай негізі қатты қызықты нәрселер жоқ. Дайындық барысында. Жекпе-жектен кейін енді болады, анда-санда қалаға шығамыз. Оның өзінде көп шыға бермейміз. Үйде жат демалғым келеді. Қаланың аты қалай? Окснард деген ала. Қателеспесем, Окснард пен Лос-Анджелестің арасы бір ары кетсе бір 100 шақырымға да жетпейді. Головкинге барып тұрасыздар ма? Оны енді спарринг қарсылас болып оған. Барғым келген негізі, барғым келеді негізі кішкене спарринг істеп, ол да үлкен тәжірибе ғой. Бірақ жол түспеді, шақырмады. Енді онда да барып мен істеймін деп айтпайсың, онда барлығы сөйлесілу болу керек, сөйлесіп бәрін. Енді ол Лос-Анджелестің өзінде емес, негізі ол тауда Биг Бэр, Лос-Анджелестен ары қарай бір 2-2,5 сағат па. 2 жыл болды, Америкада жүрген барам деп сол әлі жол түспеді, сол жаққа баруға. Келесі жекпе-жегіңіз енді қателеспесем 29 желтоқсанға жоспарлап отырсыздар, иә? Қарсыласыңыз қашан анықталады? Анықталды деп айтқан Мадияр сол жақта болса, Мадиярмен сөйлескем. Атын білмеймін, бірақ енді рекорды жақсы негізі. Бірақ енді мен ойымша енді олар шықпайтын сияқты әлі күнге дейін ауысады, жекпе-жекке жақындаған сайын. Иә, былай енді соңғы жекпе-жектеріңізді 2 аптадан кезде қарсы ауысып кетіп жатыр. 2 апта ауысады, сол кішкене қиынырақ қазір көреміз енді қазір. 8-10 раундтық жекпе-жектер басталған соң енді ондай болмау керек негізі. Оны айтқам негізі барлығына. Менеджерлерім, промоутерлерім, өйткені мен қарсыласқа дұрыстап дайындалу керекпін де. 2 аптаның ішінде сен көп дайындық істей алмайсың да оған. Сондықтан рингке шығып кішкене импровизация жасаймыз бұл жағынан. Соңғы жекпе-жегіңізде енді NABF Junior чемпионлық белбеуі міне алдыңызда тұр, иә? Junior Championship. Осы белбеуді жеңіп алдыңыз. Бұл белбеу сізге не береді? Бұл белбеу негізі WBC-дің ішінде ғой деймін. WBC-де рейтингке кіремін деп ойдамын енді. Қазір әлі қарағам, жекпе-жектен енді әлі обновление болмады рейтингте. Болмасын көреміз. 30-қа 20-қа кірсек ол да бір осының арқасында кішкене көмек болады кейінгі жекпе-жектерге. Енді былтырдан бері сіздің менеджеріңіз Эгис Климас дегенді білеміз, 2017 жылдың ең үздік менеджерлері болған, иә? Бұл менеджерге қалай тап болдыңыз, жалпы қаншалықты жұмыс жасап жатсыздар? Негізі мен Эгиспен жұмыс жасаймын деген ойда болған жоқ. Мен Мадиярмен сөйлестім. Мадияр Америкада болды, сол кезде Эгиспен жұмыс жасап жүрді. Мадияр Ашкеев. Иә, Мадияр Ашкеев. Содан мен Мадиярға хабарластым. Мен Олимпиада өтіп жатқан кез болды ол Қазақстанда. Мадияр хабарластым, осылай келем сендер жаққа. Ол айтты, кел көреміз деді. Аяқ астында бір аптаның ішінде шығып кеттім Америкаға. Мадияр күтіп алды, Эгиспен таныстырды, содан бастап жұмыс жасап жатырмыз. Негізі былай. Енді біз білеміз, Эгис Климаста біздің Қазақстанда оның былай айтқанда клиенттері өте көп. Мейірім Нұрсұлтанов, Мадияр Ашкеев, жаңағы Асхат Уәлиханов, Жәнібек Әлімханұлы, Қанат Ислам, Сағадат Рахманқұлов, қандай адам өзі біз үшін жұмбақ адам? Жақсы адам негізі. Қарапайым, андай чемпиондар олар кейбіреулері өздерін шіреніп жүреді ғой, ондай жоқ. Дос ретінде сөйлеседі, біз кішкене басқа балаларды қарайсың, сол біздің командада олар кішкене сен деп, Эгис деп, біз кішкене тәрбиеліміз ба, қазақтар ғана сіз деп сөйлейміз олмен. Абай негізі өз жұмысын білетін, өз жұмысын дұрыс жасайды. Күнде деп айтпаймын. 2 күнде бір, 3 күнде бір залға келіп тұрған кезде көріп тұрамыз.
сөйлесіп әңгімелесіп сол жоспарларымызды. Жалпы оның клиенттік базасында қанша боксшы бар оның? Мысалға 15-тен көп шығар. Негізі қазақтар ғана емес, біз және украинецтер бар, Ресей боксшылары бар. Негізі көбінесе СНГ-ның боксшылары бар. Геннадий Головкин өзінің жұдырықтасу мәнерін Мексикан стайл деп жүр. Жәнібек Әлімханұлы осы жақын күндерден бері менікі қазақ стайл деп жүр. Сіздікі қандай стайл? Менде андай Аягөз стайл. Аягөз стайл жоқ. Ондай деп айтайын, менде определенный стиль жоқ. Мен қарсыласқа дайындалған кезде қалай маған ыңғайлы болады, мен солай боксасам, мен бір стиль деп айта алмаймын өзімді негізі. Өзім бұрынғы жекпе-жектеріме қарасам, мысалы, кейбіреулер бір стильде бір өмір бақи істейді ғой, сол мен басқа кішкентай кезімде жекпе-жектер жасасам, вообще басқа жұмыс жасаймын. Қазір басқа жұмыс. Менде определенный стайл жоқ. Айтпақшы, аягөз жемекші, жаңағы аягөз дедік қой, аягөз стайл дедік қой. Сіз енді аягөздікісіз, бірақ барлық жерде, тіпті Википедияның өзінде меркі деп жазылып жүр. Қайдан шыққан бұл меркі? Меркіге қандай қатысыңыз бар? Мен меркіге негізі ешқандай қатысым жоқ. Сол Америкаға барған кезде мадияр таныстырды ғой Егеспен. Сол кезде Егес мен мадиярдың жерлесі деп ойлаған ба, солай боксрек бар жақта меркі деп айтады. Жекпе-жектің алдында ринг анонсер келіп сұрайды, меркі деп дұрыс айтып жатыр, мен айтамын, меркі деп жазбаңыз. Мен Астана деп шығамын, негізі Астана деп сөйтіп ауыстырып отырамын енді. Көп жерде кейбір кезде ауыспай қалады ол енді. Сондықтан меркі болып шығып отыр. Таразға қатысым жоқ. Бірақ енді Қазақстан болып шығып жүрміз. Сол ауысып кетпегеніне. Осы жақында ғана Жәнібек Әлімханұлы шаршалаңға шығып жұдырықтасты, Вон Александрды жеңді. Көрдіңіз бе жекпе-жегін? Жалпы қандай баға бересіз оның жеңісіне? Бұл жекпе-жекке баға бере алмаймын. Өйткені мен жекпе-жекті қарамадым әлі. Уақыт болмады әлі сол қарауға. Көремін енді Америкаға барған соң бір уақыт бөліп қараймын. Содан кейін айта аламын да. Қазір ештеңе айта алмаймын. Осылай болды деп. Сол кеште Сағадат Рахманқұлов шаршалаңға шығып, бірінші рет жеңіліп қалды. Оны да көрген шығарсыз, әлде көрген жоқсыз ба? Көргенде сол неме Инстаграмдан да жаңалықтардан оқыдым, кішкене видео роликтер 1 минуттық соларды көрдім енді. Негізі жалпы бокс қарайсыз ба? Бокс негізі көп қарай бермеймін ғой. Өзіңіздің жекпе-жектеріңіз ше? Өзіміз жекпе-жегімді анда-санда қараймын былай. Әрдайым қарай бермеймін. Боксты да былай қарамаймын. Керек нәрселерді былай қараймын, өзіме керек, мысалы, маған мен стиліме кішкене келетін, қарсыласқа қалай ударлар өтеді, сондайлар қараймын. А былай қатты қызық қой. Енді сіздің стиліңізге қай боксшы келеді? Жалпы қай боксшы енді жұдырықтасу мәнерін ұқсатасыз өзіңізге? Білмеймін, ешкімді ұқсатпайтын сияқтымын. Мен именно стильді қарамаймын, мен қандай ударлар өтеді, сондайларды қараймын. Сырттан жақсы көрінеді ғой, мен өз-өзім өйтіп айта алмаймын да, маған ұқсаймын деп, может, ұқсамай қаламын, соң елдіретеді. Өзін анаған ұқсатып жүр ғой деген сияқты да, сырттағылар айтатын шығар енді кімге ұқсайтынын. Енді шынар Сағадат енді бірінші рет жеңіліп қалды, өкінішке қарай. Жалпы енді ары қарай оған осы қателікті қайталамау үшін қандай кеңес бересіз, не істеу керек оған? Өзім таңертең сол оқыған кезде Инстаграмда кішкене шок болып қалдыңыз ғой. Шок болып қалдым, настроением түсіп қалды негізі. Кішкене нелер қателіктер болды негізі басынан. Айтқым келіп отқан жоқпын негізі ол қателіктер, ол өзіміздің ішімізде, өзіміздің команданың ішінде. Бірақ хабарласып айтқан шығарсыз өзіне? Иә, әрине, қателіктерді әлі айтпадық әлі, ол қателіктерді әлі разбирать етеміз. Хабарласып тілектестік білдіреміз, бауырым ғой, өз қасында біргеміз барлығымыз. Көмек көрсетеміз әлі, морально барлық жағынан. Әуесқой бокстан кәсіпқой боксқа ауысқан кезде жас небәрі 23-те болған екен, 23 жасында уже кәсіпқой боксқа. Неге соншалық ерте? Әлде Рио олимпиадасы бұған себеп болды ма екен? Рио олимпиадасына барам деген ой болды ма екен? Тағы бір олимпиадалық цикл өткізуге де болар еді ғой? Негізі болар еді, бірақ өзімде кішкене не болмады. Әуесқой боксқа желание болмады. Ауысқым келді. Мен негізі 2015-тің аяқ жағында ауысамын деп айтқам. Бір предложениялар болды. Ол кезде Арландарда жүрдім. Ол кезде Арландарда жүрдім. Сол кезде ауысам дедім, сол кезде Мерей ағам Ақшалов айтты кішкене. Сен әлі жассың, негізі ауыспа деді, вообще ауыспайсың деп айтты. Жарайды деп сезон бітірдім Арланста, содан кейін екеуміз отырып кеңестік, содан кететін болып шештік. Өйткені өзімді ерте емес негізі.
жастықтан сол бастау керек сияқты ойлаймын. Сол кеш болып кетпеу үшін өзім көргім келді профессиональный бокста. Кішкене Астана Арланстарда бокстастық, кішкене опыт та болды. Соны ары қарай 3-5 раунд маған ішім пысып кетті. Жоқ, 5 раундта ішіп пыспайды негізі. Аздық етеді. Көргім келді өзім профессионалда. Бір жағынан дұрыс қой, өйткені бізде 23 жас ерте болып саналады, бірақ Америкада 17 жастан бастап кәсіпқой боксқа кетіп жатады. Бірер боксерлар білемін олай. 17-18 жастағы, 15-20 жекпе-жектері бар. 16 жастарына бастап кеткен. Каналы сияқты, иә? Ерте деп айтпайды да. Біздің жақта сол ерте деп айтады барлығы. Бірақ ерте емес қой, ерте бастасаң, ерте жетесің деген сияқты. Күтіп жүре бергенше ол 30-дан асқанда ол может денсаулығы оған дайын болмайды. Сондықтан ерте бастаған дұрыс деп айтамын енді. Ерте бастаған арқасы шығар, осындай белбеуді жеңіп алып, енді Құдай қаласа 1-2-3-4 жекпе-жектен кейін басқа белбеу болса, сондай мүмкіндіктер қарастырылып жатыр ма? Қарастырылып жатыр, негізі сөйлесеміз ғой ол туралы. Қазір енді бұл енді бірінші белбеу, негізі енді өзім былай қуаныштымын. 9 жекпе-жектің ішінде, американдықтарды көрсең 20 жекпе-жектің ішінде осындай белбеу таласып жатады. Ендеше мейірім, дәл осы жерде бронк залында келесі жылы басқа чемпиондық белбеумен қайта сұхбат құрамыз деген ойдамыз. Ал бүгінгі бағдарламамыздың демеушісі Аврора компаниясы Акмасепт сауда белгісімен. Құрметті бокс жанкүйерлері, келесі кездескенше қош сау болыңыздар дейміз. Лайк басыңдар.